2 ай бұрын қазақ кәсіби музыкасының көрнекті өкілі, талантты музыкант, КСРО композиторлар одағының мүшесі, педагог Алмабек Мейірбековтің туғанына 60 жыл толды. Композитор 2008 жылдың 17 шілдесінде 52 жасында қайтыс болған еді. Мейірбеков өзінің аз ғана ғұмырында 10-нан астам симфониялық поэманы өмірге әкелді. Соның өмірге ол скрипка мен фортепианоға, камералық және халық аспаптар оркестрлеріне арналған ондаған музыкалық пьеса жазды. Спектакльдер мен кинофильмдерге арнап әуендер туғызды. Оның таланты хорға арналған тамаша әндермен де айшықтала түсті. Әлем классикасынан кем түспейтін күрделі шығармаларының қай-қайсысы да қазақы дүниетаным иірімдеріне негізделеді. Алматыдағы Жамбыл атындағы мемлекеттік филармонияда композиторды еске алу кеш өтті. Экранға зер салайық. КСРО және Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, Мәскеудегі бүкіл одақтық композиторлар конкурсының лауреаты атанған дарын иесі Алмабек Мейірбеков тірі болғанда 60-қа толар еді. 31 ән мен хордың авторы көп симфониялық шығарма да жазған. Олардың қатарында қобыз сазы және шабыт симфониялық күйлері мен симфониялық оркестрге арналған Алдар көсе балеттік сюитасы бар. Мен шын айтсам, осы концертті дайындаған кезде әкемді жаңадан аштым, шын айтқанда. Бұрын әкем тірі болған кезде оған жай әкем деп сыйлап көрген, бірақ бір композитор ретінде оны аса білген жоқпын. Өйткені мен оның шығармашылығын шын айтсам бір танымадым. Енді марқұм әкем осы дүниеден өткен соң бүкіл шығармашылықты қайтадан іздеп, ақтарып, бәрі осы концертті ұйымдастырған кезде өте бір таң қалдым, қандай өте бір жоғары деңгейде шығармашылығы бар. Композиторды еске алу кешінде отандық ұлттық аспаптар оркестріне арналған надыр, бастау және шабыт шығармалары орындалды. Талант иесінің шығармашылығында оның бесік жыры, кездесу, Алматым менің сынды әндерінің де орны ерекше. Бұл туындыларда ұлттық музыканың көркемдігі мен әлемдік классикалық өнердің дәстүрлері сабақтасып жатыр. Кешке композитордың жақын туыстары, жора жолдастары мен қарапайым тыңдармандары келді. Музыканттың көзін көргендер өнер иесі туралы естеліктерін айтты. 80-нен астам шығарма қалдырды қазақ халқына. Дарынды мектепте оқыды, консерваторияда бір емес 2 рет оқыды. Композитордың ең қиын жағдайы композиторға ән жазу қиын деймін. Ал енді бұл сол қиындықты жеңіп 3 квартет жазады. Бұл квартет классикалық түр. 2 скрипка, виолончель, 4 кісі отырып шығарма жазады. Сонда бұның ерекшелігі квартет арқылы бұл қазақтың өмірі мен шығармашылығын, тарихын баяндап тұрады. Ал соның 2-ші квартеті Мәскеуде болған үлкен жарыста үлкен жүлдеге ие болады. Алмабек Мейірбеков 1980-1987 жылдары Қазақ КСР Мәдениет министрлігінің репертуарлық ұжымында редактор, 1990-2000 жылдар аралығында Қазақ радиосында музыкалық редактор қызметін атқарды. Республикалық эстрада цирк колледжінде музыка теориясынан дәріс берді. Өмірден ерте кеткен композитордың есімі қазақ кәсіби музыкасының тарихында айрықша ықыласпен аталады.